Мың шыжбыждан бір сіз біз, немесе қазақи қайырымдылық. Телефоным шыр етті. Өрік нағашым екен. Алло, ассалаумағалейкум нағашеке, қалайсыңдар? Күйлі қуаттысың ба? Өзің соққаныңа қарағанда единсің көбейген-ау. Оңайлықпен соқпайтын едің ғой. Әлде мезіңме ұрсып қалдың ба? Деп бастырмалатып бастап жатыр ем. Әй, тоқта. Өзің мініп жүрген арбан құсап сылдырламай. Менің единсімді қашаннан бері түгендейтін болдың. Тыңда, ана баланың мекемесінде айлыққа түйе сойған екен. Содан бір жылдық ет әкеліп кеткен. Кешке келін келгесін кел. Содан жегеніңді жеп, жемеген жарты жілігіңді алып кетерсің. Ана немісің жүріп тұрма? Көшенің балшығы, әсіресе Аймауытовқа қосылар жері керемеді ғой. Батып қалмай, кешке кел, айтылар сөз табылар, деп қоя салды. Солай де, сен жайдан жай шақырмайсың ғой. Нағыз бергің келсе қапқа салып, дүрс еткізіп, әкеп кетер едің. Демек, не ұрсасың, не ішіңе сымай отқан бірдеңе бар. Сол сені жеп бара жатқан, деп ойланып, ет дегенде бет бар ма, өзі тегін болса, барайын деп шештім. Кешке көшенің басында батып қалсам, керек боласың деп, әулиемді де салып алдым. Асфальтқа 1-2 метр қалғанда, неміс қисалаңдап, бұраңдап, ламбада билеп бастағанда, әулием: Құдай-ай, асфальтқа мінер жерді дұрыстап қойсақ айтеді. Ең болмаса бір машин шебін төгіп, жаңбыр бар, қар бар дегендей. Осылар да қызық, ылғи шала шарпы, деп бұрқылдап барып басылды. Асфальтқа лып етіп мініп кеттім. Қой әйтеуір 2 көше бұлай тұратын үйге жетем дегенше акиматты бір сыбап алып жеттік-ау. Хош иісі бұрқырап, қазан газ плитада тұр. Өтіріктен басқаны айтпайтын түрлі түсті хабаршының алдында өкең нағашым жатыр. Ассалаумағалейкум, деп мен дауыс шығарсам, әулием келіндерский чест беріп, тізесін иіп кіріп келдік. Уағалейкум ассалам. Келін, бақытты бол. Мына жарты бас ел болмасты, адам қыл, деп тістеп алып. 2 кештің арасында нағашың сенің сәлеміңе зәру боп отыр дейсің бе? Неғып сызылып тұрсың? Кел төрге шық. Осы сенің баяғы ішкен кезіңді сағынатын болдық қой. Арсалаңдап күн ара келіп тұратының бар еді. Енді ет асып әрең шақырып алатын жағдайға жеттік. Түнде далаға шығара береді. Күз түскелі көжені қойдың, ара-тұра ішіп кететінің бар еді. Сондай-ақ не істеп жатырсың үйден шықпай? Бүйте берсең енді бір 5 жылдан сызылып, сәлеметсіздер ме деп қарқ қыларсың жарты бас, деп барып басылды. Ес жеңешем де ізін ала-шала, осы алжыған сөйлейді дегенге сөйлей береді. Жиеніне жарты бас дегені несі? Келін шырағым, мыналардың шайын бере бер. Мына 2 мыжынның сөзі ұзаққа барады. Нағашыларыңның бүгін бір қожанасырлық жасап, соны айтып, желін шығарғысы келіп тұр. Құя бер шайыңды, деді де, қалайсыңдар, не хабар бар? Бұранды күні той-тойлап бұрқыраттыңдар ма? Қонақтар аман есен тарқады ма? Деп жалғастыра жөнелді. Ой, жеңеше, тұра тұршы, әңгімесін тыңдайық. Бұл өзі шолақ болғасын, жиені қайдан бүтін болсын, деп тоқтатып тастадым. Менің ойым тезірек не болғанын білу. Өкеңнің қасына жайғасып отырып: не болды сонша? Сен тоқал алам деп жеңешең рұқсат бермей қойды ма? Соған көндіріп бер деп шақырып отырсың ба? Нағашеке, айтсайшы, ел бар, жұрт бар дегендей жабылып көндіреміз. Десем, жеңешем қыстырыла кетті. Бұны ғой, тоқал түгіл қара басын алып жүрсе, сол олжа. Қожан асырсың десем, болқан-талқан ашуланады. Болмаса істеп жүрген жүрісі анау, сау адамның ісі ме сол? Дей бергенде менде қыстырылыстым. Өрікмейіз, сладкая парочка. Айтып өлтірсейші, не деп кеттіңдер? Соншама бұл не істеп қойды? Ханның қызына қырындап қойса да, айтсайшы енді, деп шыж-бұж болдым. Жә болды, шайыңды іш,
құйған екен. Айтылар әңгіме, айтылар, қашпас. Деп барып тіктеліп отырып, маған қарап бажырайды да: сендер мына заманды не істеп жібердіңдер, ә? Бір тоқтам бола ма мына адамдарға? Не болып барады? Елдің тоз-тозын шығардыңдар ғой, атаңалеттер. Дегенде көзім үлкейіп кеткен болу керек. Шай құйып отқан әулием шайын төгіп ала жаздады. Қасқа, мен сенің заманыңа не істедім? Айтарыңды ашып айтшы. Баяғы әкем өлгенде де естіртіп едің ғой. Айтшы, не болды? Деп мен де баж еттім. Хош, сонымен әңгіменің төркіні. Өкең мейесін салып алып, өзімен құрдас самиоркасына мініп, орталыққа ұналуға барған. Сол жерде еріксіз бір оқиғаға куә болған. Жұпынылау киінген жас келіншек дүкеншілерден қарызға 10 килограмдық ұн сұрап тұр екен. Кешкі шайға балаларға берер нан жоқ. Көрші дүкендерде де мына қар жауғалы нан келмеген. Келсе де бұған бергісі жоқ екен. Сол үшін таныс көрші таксиспен орталыққа жетіп алған. Енді әр дүкеннен қарызға ұн сұрап жүрген жайы бар. Дүкенші қыздар да: апау, біздер тек дүкеншіміз, қарызға зат бере алмаймыз. Дүкеннің иесі бізден ұстап қалады. Осы азық-түлік дүкенде тұрсақ та қарық боп жүргеніміз шамалы, деп безілдейтін көрінеді. Ау халқым-ау, енді не істеймін? Күйеуімнің тапқан табысы жетпейді. 21 мыңға балалардың құжаты болмай ілінбедік. Бұл үкімет көшіп келгендерді қырама, қайтеді өзі? Неше күннен бері сылдыр суға мәшәуа қайнатып беріп отырмын балаларға. Ойбай-ай, несіне көшіп келдік екен? Қайырымы жоқ. Билігі бар бұл елге. Деп жыласа, қасындағы қыс басталмай қалың шықымбат шубасын киініп алған тоқ қатын: қойыңдаршы осындайды. Немене тіпті? Жұмыс істеген адам аштан өлмейді. Нағыз қиын болса, әкімшілікке барыңдар. Көмектеседі. Табар бір ретін. Елдің ішінде отырсыңдар ғой. Қайырымды жандар көп қой. Сабыр етіңдер. Аштан өлмессіңдер. Деп ақылын берді. Ана әйел мына апасына қарап, жас толған көздерімен: апа, маған ертең немесе арғы күні көмектесетін, не болмаса қарастырамыз, көмектесеміз дейтін адамдар емес. Ана күйеуімнің азнаулақ айлығы түскенше қарызға 10 кіло ұн беретін адам бүгін керек, апау, деп жылауын үдетті. Мына келіншектің зары састырып жіберді ме тоқ қатын: ау, енді сабыр ет, күйеуіңнің ақшасы түскенше. Оңшасыңдар да, жаңағы нешауа дедің бе? Соныңмен оңша берді. Ел бар, жұрт бар дегендей. Дей бергенде өкең тарс ете қалды. Әй, сен не танытып тұрсың? Бұл бүгін жейтін наным жоқ деп тұрған жоқ па? Сол сенің нешауа деп тұрған мәштен жасалатын көжеңді де жеп ішу үшін нан керек. Сенің дәл қазір сабырың бұған бұққа да қажет емес. Өй, мақтабас, о несі келіп, аштан өлейін деп тұрған адамға сабыр, сабыр деп біраз жерге апарып тастайды. Тоқ қатын не десін, бір-екі рет күңкілдейді де қояды. Содан өкең: әй, шаңырағана, 25 килограмм ұннан таңдағаныңды ал. Көбірек алып беруге өзім зейнеткермін. Сосын картоп, пиязыңды ал. Жаман ағаңның бергені болсын. Азнаулақ керек жарағыңды ал. Одан кем қалмаспын. Деп өкең ана аш қатынның көзін бақырайтады. Ағау, шын айтып тұрсың ба? Ағау, бұл қалай? Ағау, қашан қайтарайын? Деп ебіл-дебіл болып, ұндарды бір-бірлеп ұстап сенделіп кетіпті. Бұл ұнды маршрутқа қалай жеткізсем, асфальттан түсіреді, үйге қалай жеткізсем деп бір жылап, бір күліп, басы айналып қалыпты. Ол жағы тағы бар екен ғой, деп: әй, шырағым, қай көшеде тұрасың? Дегенге аш қатын:
бейне мектептің ар жағы жетіліктің кері бұрылатын жерінен де әрі де кішкентай сарай дейтін құсайды. Өкең, әй, шырағым-ай, мен сенен мансартта тұрасың ба дегенім жоқ. Көшең қандай? Жақындатып тастайын деп тұрмын ғой, деді де. Аға, переезге бұрылған жерден түссем болады. Асфальттан түсе алмайсыз. Оған нән машина болмаса, такси бара алмайды, аға. Сол бұрылысқа жетсем болар, ар жағын арқалап апарам, деп жылап жүр, дейді. Ол жақты өмірі көрмеген Өкең таныс таксистердің бірін шақырып апарасың ба десе, ана таксист нағыз екен. Ол жаққа қазір такси бармайды. 1000 теңге берсең, мен поворотқа жеткізіп тастайын, деп қарап тұр, дейді. Өкеңнің қызуы сол кезде көтерілген ғой. Өй, ит малғын, 50 теңгелік маршрут баратын жерге 1000 не? Деп қазақша орысша сыбап боқтап дүкеннің ішінде ұрып жібермекші болғанда, таксист қашып құтылған. Содан бұл артынан қуып шықса, құдай айдап жараспайтын таксист асықпайы келеді екен. Соны көріп сәл басылған Өкең, әй, сумырын, бері кел. Мына ұнды, картоп, пиязды азнаулық продуктысымен бейне мектептің ар жағына қаншамен апарасың, дейді ғой баяғы. Анау бірдеңе дегелі келе жатып, мейізге көзі түсіп кеткен ғой. Мейіз жеңгесі басын болар-болмас шайқап теріс қарайды ғой. Бір пәле барын біліп асықпай, не ғой Өке, қазір ол жаққа барушылар жоқтың қасы. Бірақ енді сіз айтып тұрғасын, амал жоқ, апарайын. Көңіліңізден шыққан берерсіз. Қалғанын Құдай жеткізер. Қайтарда 4 адам табылар. Болмаса бірдеңесі болар әйтеуір, дейді. Әй, бәсе, біздің ауылдың балдары осындай болу керек, деп Өкең асықпайға жаңағы аш қатынның ұнын, картоп, пиязын, сұйық макаронын, қант, анау-мынауларын салып жіберген ғой. Кетерінде ана келіншек, аға, телефоныңызды айтыңыз, жазып алайын. Ертең күйеуім айлық алса қайтарайын, деген. Өкең телефонын жатқа білетін адам құсап зулатып айтып берді. Сөйтіп, бір қарыздан құтылғандай болып, өзіне өзі риза боп тұрса, бағанағы тоқ қатын, ағасы, мен сізді танимын, қайнағамен жұмыстас болдыңыз. Жаңағы әйелдің түскен жерін таксист жаттап алсын. Ертең қайтармай кетсе қайтесіз? Қазір алаяқтардан бәрін күтуге болады, дейді ғой бұның аузын қышытып. Өкең тарсатылды. Мінеки, сенің шын бейнең. Ел алдында сабыр, иман, шүкір деп жұртқа жалпақ шешей боласыздар. Ал жеке ойларың соншалықты жеркенішті. Қайтпаса Құдайдан қайтар, мен одан қайтарсын деп бергенім жоқ. Сендер құсап өтірік көлгерсімеймін, қалтамда барын беремін. Өйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деп сендер сияқты реклама жасап жалған абырой жинамаймын, деп біраз бұрқылдаған. Сырттарыңнан алтынмен аптап тұрсаңдар да, жан дүниелерің жалған жылтырақтан боқсасып тұрсыңдар. Өйтіп жадайларыңды жасап аласыңдар да, аш халыққа ақыл айтқыларың келеді. Халыққа сенің ақылың емес, бала шағасына жейтін нан керек. Тұр, жоқ бол, менің ақшамды уайымдама, деп ұрсып қуып тастаған. Міне әңгіменің тоқ етері сол. Мен күліп, Өке, телефоныңды жатқа соқтың ба? Әлде таба алмасын деп өтірік нөмер бердің бе? Десем, Өкең қарқылдап тұрып, осыдан 5-6 жыл бұрын жоғалтқан телефондағы нөмірін беріпті. Бұл ұмытшақ деп жүрсек те, сол нөмірін ұмытпайды әйтеуір, деп күңкілтеген мейізге Өкең қарқылдап күліп, ол менің туған жылыммен Роза Рымбаеваның туған күні ғой, дейді. Мейіз жеңешем, Розадан басын қалсын, әлі күнге дейін соны Құдай көреді, өй алжыған, деп кекетті. Не десеңдер, о деңдер, мен қатырдым емес пе? Ол қайтаруға құлқы жоқ болып тұрғанда, мені таба алмай қалса, Құдайдың берген емес пе, а? Деп Өкең шын мәнінде риясыз ашылып күлді.
Тек мейізі ғана ернін сылп еткізіп, 7.000 теңгені жоқ қылдым деп жырқылдаған несі? О, алжыған, деп зілсіз күлді. Ешқандай жарнамасыз, қарапайым қайырымды жандар ғой. Тіршілікке шуақ шашып, адамдардың жүрегіне үміт, сенім, иман сыйлап жүрген. Адам аттары теңеулер ойдан шығарылған. Сәйкес келіп жатса, кездейсоқтық деп қабылдарсыздар. Автор М. Кенжебаев. Жексенбі. Таксист әке түстен кейін өзінің апта сайынғы дағдысына салып, көлігін жуып тазалап жатыр. Ол өте қатты ыждағатпен көліктің ішіндегі былғарыны бөлек майлығымен, пластикті өзінің арнайы шүберегімен, отырғыштарды арнайы щеткасымен сүртіп тазалап жатыр. 11 жасар ұлы көліктің сыртын, бамперлерін, төменгі табалдырықтарын жуып, құрғатып, сүртіп көмектесіп жүр. Көрдің бе балам? Бұл біздің отбасының басты байлығы, ең құнды дүниеміз. Сондықтан бұған аса көңіл бөліп, оны күтіп ұстап, үнемі жуып тазалап тұруымыз керек, деді әкесі ұлына қарап. Я, түсінім әке, деді де ұлы. Ақылдым сол, деп әкесі риза болды. 1 жарты минуттан соң баласы әкесіне қарап, әке, мен отбасының байлық емеспін бе сонда? Менің құным жоқ па? Деп әкесіне сұрақ қоя тесіліп қарады. Балам, неге олай дедің? Деп әке таңырқай қарады. Сіздердің ешқандай маған уақыттарыңыз болмайды. Маған мүлдем назар аудармайсыздар ғой. Дегенде әке айтарға уәж таппай қалды. Бұл орыс тіліндегі тәмсілді қазақшаға аударып жазуға себеп болған нәрсе. Ол менің кейде көшеде, дүкендердің алдында, аулаларда көріп қалып жүрген жағдайларым. Құны 2-3 миллион тұратын армян, Әзірбайжан, орыс, қырғыз көліктерін алып, кейбір бауырлардың отбасы мүшелеріне, балаларына, машинаның сыртын ұстама, қолыңның ізі қалады. Әй, салонды баспа, терезесін ұстама, бүлдіресің, деп ұрысып жатса, дүкенде немесе базарда әйелдеріне, пакеттеріңді салмаш салонға, ана тамақтарыңды багажға сал, деп боқтанып жатқанын естіп қаламын. Я, багажник сондай нәрселерді салу үшін арналған. Алайда қазіргі таңда газбен жүретін көліктерде ол жерде газ баллон орналасқан. Сарымай, күріш, секер сияқты иісті тез қабылдағыш азық-түлікті онда салу қаншалықты дұрыс. Және көлігімнің іші бөлініп кетеді екен деп, балаңның немесе әйеліңнің бір сәтке көңілін түсіру қаншалықты өзін-өзі ақтайды. Сіздің отбасыңыздың басты құндылығы не, немесе кім? Автор М. Кенжебаев.